Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өте дәмді болып және жұмсақ болып шығатын қарапайым балды торттың рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Бізге балды тортты дайындау үшін 350 грамм ұн, разрыхитель, 5 жұмыртқамыз, ас содасы және де 180 грамм маргарин, 150 грамм қант және де 2 ас қасық бал қажет болады. Кремі үшін бізде 200 грамм сүт, 150 грамм қант, 1 жұмыртқа, ванилин және де 80 грамм маргарин қажет болады. Ең алдымен біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Осылай 5 жұмыртқамызды жарып алып, үстіне 150 грамм қантымызды салатын боламыз. Жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Қанты жақсы еру керек. Осылай араластырып, бір шетке қойып қоямыз, дайындап. Бізде қантымыз еріді. Енді құрғақ табамызға 2 ас қасық балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Еру қажет, осылай жақсылап қызып тұрған табада жақсылап ерітіп аламыз. Оның үстіне жаңағы 180 грамм маргаринімізді салып ерітіп аламыз. Үстіне 1 ас қасық содамызды саламыз. Соданы салғаннан кейін бізде балмен екеуінің реакциясы қатты көтерілетін болады. Көп осы жағдайда тез қозғап араластырып алыңыздар. Сонда тасып кетпейтін болады. Осылай жаймен қозғап, карамельный цвет болғанша біз қозғап тұрамыз. Осылай. Бұдан да қатты қоңырқай қылып, бұның дәмі ерекше болады. Медовый жаңағы балды торттың дәмін ерекше қылатын осы бал бізде. Енді жаңағы дайындап қойған, араластырып қойған 5 жұмыртқамызға осы ерітілген балымызды, майымызды құятын боламыз. Тез араластыру қажет. Ато бізде жаңағы жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Разрыхителімізді салып, аздан ұнымызды салып, қоймалжың қамырымызды дайындап аламыз. Менде қатты сұйық болып кеткен жоқ, және қатты қоюда болып кеткен жоқ. Әдем масса шықты осындай. Осы қамырларымызды пергамент, табамыздың бетіне пергамент қағазымызды төсеп, осы резиновый қасығымызбен 2 қасықтан салып отырдым. Пиалаймызға майымызды құйып алып, қасығымызды майлап отырып, осылай жаямыз. Менде арнайы жаңағы торттың осылай несі жоқ, қасықпен жасадым мен. Осындай менде 4 коржы шықты. 180 градуста пісіріп алдым. Осындай әдемі 4 коржы шықты. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. 200 грамм сүтке, 150 грамм қантымызды, 1 жұмыртқамызды, ванилинімізді. Сосын қыздар, мен жаңа айтамын деп ұмытып кетіппін. Кукурузный крахмал 2 ас қасық қосамыз. Ұн қоссаңыздар да болады. Мен крахмал қостым. Осылай жақсылап түйіршік қалмайынша жақсылап араластырамыз. Содан кейін салқын тапамызда, астын отын қоспайсыздар, салқын тапамызға жақсылап араластырып құйып аламыз. Одан кейін барып тоқты қосып, жаймен табаны қыздыра бастайсыздар. Менің арнама тіркеліп, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай араластыра отырып, қоймалжың массаға айналады. Қайнатпалы креміміз өте дәмді болады. Бетіне майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, осылай керемет крем дайындап аламыз. Бұның дәмі тіптен ерекше болады. Жасап көріңіздер. Дайын болған кремімізді құрғақ ыдысымызға құйып, суытып қоямыз. Осылай суытып аламыз. Әдемі крем шықты менде. Менде арнайы торт салатын ыдысым болмағандықтан, осы бір леген ба, соған салып жасаймын. Осылай кремімізді салып алып, корждарымызды кремін жағып шығамыз.
2 ас қасықтан салып, аз болса тағы да жақсаңыздар болады, көбірек жақсаңыздар да болады. Менде осы 2 ас қасықтан сала отырып тортымызды құрастырдым. Менде жаңа пісіргенде шетінен қалған осындай корждарды үгітіп алдым да, бетіне жақсылап септім. Менде осындай әдемі торт шықты, қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып, арнамның дамуына үлес қоса кетсеңіздер екен. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Өте керемет болып шықты.